Жобаның өткен санында ұлттық психологияда негізін қалаған Жүсіпбек Аймауытов туралы айтқан болатынбыз. Ал бүгін өлең жазумен қатар тұңғыш педагогикалық оқулықтарды жазған алашордашы Мағжан Жұмабаев жайлы тың деректермен таныстырамыз. Жұмабаев жазған оқулықтар педагогика ғылымына өлшеусіз үлес қосқан. Ол орыс, батыс педагог психологтардың еңбектерін зерттеумен қатар тәрбиенің ұлттық ерекшеліктеріне де басымдық берген. Сол себепті Мағжанды этнопедагогиканың негізін қалаған тұлға деп айта аламыз. Мағжан педагогика атты оқулығын жазуда қазақ жанына қабыстыруға тырысқанын айтады. Бұрын пән тілі болмағандықтан түрлі терминдерге тап басқанда қазақша сөз табу көп күшке тиген. Курстарда оқыған мұғалімдердің жәрдемімен таза орыс сөздері қазақшаға айналдырылды. Ал енді жиһан тілі интернационалдық терминдер болып кеткен сөздерді қазақшаға аударам деп азаптануды тиіс таппадым, дейді Мағжан ақын. Жұмабаев қазақ тілінде жүздеген педагогикалық жаңа терминдерді алғашқылардың бірі болып енгізген. Ол педагогиканы өз еңбегінде 5 түрге бөліп қарастырады. Жалпы педагогика адамның дене һәм жан күштерін тәрбиелеу жолдарын көрсетеді. Дидактика оқытудың негізгі жолдарын ұсынады. Методика белгілі бір пәнді қалай оқыту жолдарын көрсетеді. Мектепті басқару. Бұл пән мектептің салынуынан бастап басқарылуы, шәкірттердің сынаққа бөліну тәртібі, оқу уақытының дұрыс белгілену деген мәселелерге арналған. Педагогика тарихы. Әр заман адамдарының тәрбиеден көзқарасы мен білімпаздардың жүріп өткен жолдары баяндалады. Мағжан педагогика саласынан бөлек қазақ ақын жазушылардың еңбегін дәріптеумен айналысқан. Өзінің асқақ арманына айналған алқа ұйымын құрады. Бірақ ақынның бұл ұмтылысы өзіне кері әсерін тигізеді. 1929 жылы жасырын ұйым құрды деген айыппен Мәскеудегі Бутырка түрмесіне қамалып, 10 жылға Карелияға айдалып кетеді. Осы кезеңде Максим Горький мен оның жұбайы Екатерина Пешкованың өтінішінен кейін жаза мерзімі 7 жылға кеміп, 1936 жылы отанына оралады. Қамаудан шығып, Қызылжарға келген Мағжан сотталған үшін оқытушылықпен айналыса алмай қалады. 1937 жылы Алматыға келіп, аударма ісімен айналысады. Бірақ сол жылдың желтоқсанында қайта тұтқындалып, 1938-дің ақпанында ату жазасына кесіледі. Қап-қара түн, шегір көзді жындар жүр. Қап-қара түн, қайғымен қан ойнап тұр. Қайғыменен қарағанға түн шығып, түн баласы ауыр ойлар ойлап тұр. Қап-қара түн. Жұмабаевтың жеке өмірінде де елеулі оқиғалар алады. Мағжан Шоқан Уәлихановтың жиен қарындасы Зейнеппен отау құрады. Зейнеп босанып жатып қайтыс болған соң, Мағжан жалғыз басты әке болып қалады. Бірақ көп ұзамай балалары да шетінеп кетеді. Кейін педагогикамен айналысып, курс ашып жүргенінде татар келіншегі әрі математика пәнінің мұғалімі Гүлсім Қамаловаға ғашық болады. Оған дәлел ретінде Мағжанның Гүлсімге айырылғанда Гүлсім ханымға сүй жаным сәулем өлеңдерін айтуға болады. Бірақ Гүлсім тұрмыстағы келіншек еді. Кейбір деректерде Мағжанмен қарым-қатынастан күмәнданған күйеуі Гүлсімді алып, басқа жаққа көшіп кетеді делінеді. Кейін Мағжан өмірінің соңына дейін қолда көрсеткен Зілиха Құрманбай қызымен отбасы құрады. Қызығы, кей деректерде Мағжанның Зілихасымен алашордашы Міржақып Дулатовтың құдаласпақ ойы болғанын айтылады. Алайда Зілиха Дулатовтың ұсынысын қабылдамаған. Бірақ Міржақып Зілиха мен Мағжанның арасындағы сезімінен бейхабар еді.
Мағжанның қайғысын тең көтерген Зылиха оны ақтап алу үшін тіпті Хрущевке дейін хат жазған. Ғұмырын білім мен ғылымға арнаған Жұмабаевтың зерттелмеген қаншама құпиясы бар. Әсіресе оның өлімі жайлы түрлі деректер жарияланып, шындығы жұмбаққа айналған. 1938 жылы репрессияға ұшыраған Мағжанды Батыр Бауыржанның өзі 1948 жылы орман арасында көргенін айтады. Ақынмен түзету лагерінде бірге болған Абдулла Абдрахмановтың айтуынша, Мағжан 1951 жылы Колыма лагерінде ауыр науқасынан қайтыс болған. Өлімі әлі күнге дейін жұмбақ болған Мағжан 45 жасында репрессияға ұшырамағанда, қазақ педагогикасы мен әдебиетін одан да биік деңгейге жеткізер ме еді? Қазақ тілді контентті дамыту үшін біздің арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдырыңыздар.